Жақсы. Саламатсыз. Саламатсың. Димаш келді ма бүгін жұмысқа? Бүгін келе байқаған жоқпын. Димаш жақындашы кешегі құжаттарды тапсырып көрсетсін маған. Қазір қарап қояйын. Алло, Димаш қайда жүрсің? Неге кешіктің? Бастық сені іздеп жатыр. Кеше құжаттарды тапсыруың керек. Тездет. Жұмыстан кешіктің. Жұмыстан. Не қылыңдар? Димашты шақырыңдар ма? Келесің бе тез? Қазір шақырам. Қайда жүресің? Адам кенетті жұмыспен масыға қатса ол кешегі жүреді. Қайда жүрсің? Бастық іздеп жатыр. Тез кір. Сәлеметсіз бе, Айбар Сәуитович. Ну, кеше тапсырған құжаттар. Сен енді келіп тұрсың ба не? Кешіріңіз. Жастар-ай, еңбектену керек, еңбектену. Кешіріңіз, енді бұндай қайталанбайды. Сосын мына құжаттарды дұрыстап қайталап кел. Кофе ішіп ал, ұйқыңды ашарсың. Жарайды. Келесі отчеттарды алып келіңдер. Бұл өмірде ересек адамдар кішкентай бала секілді. Неге десеңіздер, балаларға бөлмесін жинастыр десең, шашылып жатқан киімдерді, ойыншықтарды барлығын бірден шкафтың ішіне тығып қоя салады. Сол секілді біз де өз еңбегімізді, қабілеттерімізді жалқаулықпен тығып қоямыз. Әрбір адам жалқаулыққа қарсы тұрып, өз мүмкіндігін барынша пайдаланса, еліміздің қарқынды дамуына бірден бір үлесін қосар еді. Сондықтан құрметті жастар, шаршамайық, жалықпайық, мақсат қоя армандай білейік. Жалқаулықты жеңу үшін адам өзін мақтан тұта білу керек. Қателесуден қорықпаңыздар. Өмірдің өзі осы қателіктерден тұрады. АС Медиа 2020 жыл.